Қазақстан жазушылар одағында үлкен бір айтыс тартысқа тола ырду-дырду қызу жиналыс өтіп жатады. Жұрт айтысып жатыр, мәселе тақырып біреу-ақ. Сонда Мұқағали Мақатаев кіріп келіп, айға айтыс алыпты, ой, ағайындар, біз қайдағы жоқты әңгімелеп отырғанда, мына дүниеге біздің ортамызға бір ұлы ақын келді. Сендер айтыстарды қойыңдар. Мен өз басым сол ақыннан қорқып қалдым дейді. Поэзиясында күшті ақын келді. Аты жөні оның Төлеген Айберген дейді де шығып кеткен екен. Мұны көрген Шөңішбай Сариевтің әңгімесі бұл. Сонда сол Төлеген ағамыз 67 жылы тамыз айының соңында қайтқанда Мұқағали Мақатаев барып топырақ салған екен. Көрдіңіз бе, мына ұлыны ұлылар ғана түсінеді, іштей мойындайды деген осы ғой. Секе. Сол жолы өлең жазып қайтты. Сіз, осы жөнінде Секе. Осыған тоқталыңызшы. Өлең жазып қайтты сол жолы. Өйткені біз өз заманымызда жаңағы Төлегенді бірден оқырман қауым, әдеби қауым, оқырманы бар қалың жалт қарап соған дені ауған кезде, енді ауып, енді ілекті бастап әкете берген кезде енді жұлдыздай ағып кетті дедік қой. Сонда о кезде мен ақынды салыстырған емес. Әр ақынның өзінің орны бар, әр ақынның өзі биік тұғыры бар. Онда Мұқағали дәл Төлегендей шыққан жоқ. Мұқағали енді ол жаңа келе жатты, кейіннен үлкен ұлылыққа ұласты ғой. Сонда Төлегенді біз жастар қауым, жас ақындар, әдебиет қауым Төлегенді ақын деп енді қабылдап, тіпті қасынан қалмаған жағдайда біз Нөкеске аэропортқа шығарып салғанбыз бір топ ақын. Өзімізше тойлап, ағаның төңірегінде деп жүріп. Содан хабар келді, сонда осы Мұқағали барды ғой. Мұқағали барып атқарысып қайтқанда келгенде шынақ Секе, ол өлеңді соңғы өзі 3-4 шумақ өлең ғой. Сонда сол өлеңі керемет қой. Тұңғыш көрдім өлгенін шын ақынның, қызарып бат ертеңгі шығатын күн. Торғай өлең шырылдап бара жатты, аузында ажал дейтін сұрапылдың.